Сіз 30 күн бойы тамақ ішпей ағзаңызды қинап жатырмын деп ойлайсыз ба? Қателесесіз, шын мәнінде сіз қазір өзіңізді тірідей жеп жатырсыз. Иә, таңғалмаңыз, медицинада бұл құбылысты автофагия деп атайды. Ғалымдар бұл ашылу үшін Нобель сыйлығын алған болатын. Ораза кезінде сіздің сау жасушаларыңыз іштегі барлық қоқысты вирустар мен рак жасушаларын тауып жоя бастайды. Бірақ егер сіз ауызашарда қате тамақтансаңыз, бұл процестің бәрін өз қолыңызбен өлтіресіз. Бүгін мен оразаның сіз білмейтін медициналық құпияларын және қалай 30 күнде жасарып шығу керектігін айтамын. Автофагия өзін өзі тазарту. Ауыз бекіткеннен кейін 12 сағат өткенде ағзада нағыз генералды жинау басталады. Ми сырттан тамақ келмеді. Іштегі ескі құсқыны пайдаланыңдар деген бұйрық береді. Нәтижесінде ісіктердің алдын алады, тері жазылады. Тіпті қартаю процесі баяулайды. Ораза бұл тегін ота, тек пышақсыз жасалынатын ота. Неге кейбір адамдар оразада толып кетеді? Ең үлкен қателік ауызашарды өліп-өшіп тамақ жеу. Күні бойы демалған асқазанға майлы ет, қуырылған картоп пен газдалған сусынды толтырғанда ағзаңыз шок болып қалады. Қандағы қант бірден аспандап, инсулин гормоны барлық тамақты бірден өзіне май етіп жинайды. Сондықтан көпшілік оразадан кейін арықтаудың орнына 5-10 килограмм салмақ қосып алады. Бұл ораза емес, бұл ағзаны қорлау болып саналады. Мидың перезагрузкасы. Ораза тек асқазанды емес, миды да тазартады. Аш жүргенде мида нейротрофический фактор бөлінеді. Бұл мидың өсуіне арналған тыңайтқыш сияқты. Сіздің есте сақтау қабілетіңіз жақсарып, ойыңыз жинақталады. Ораза ұстаған адамның сабырлы болатыны да содан. Миыңыз артық ақпаратты қоқыстан арылады. Сәресі мен ауызашардағы алтын ереже. Не істеу керек? Сәресі, ақуыз, жұмыртқа, сүзбе және баяу көмірсулар сұлы ботқасын жеңіз. Сонда күні бойы қарныңыз ашпайды. Ауыз ашу 1-2 дана құрма және жылы сумен бастаңыз. 10-15 минут үзіліс жасап, содан кейін ғана жеңіл тамаққа көшіңіз. Тәттіні мүлдем шектеңіз, оның орнына жеміс немесе жаңғақ жеңіз. Ораза бұл тек құлшылық емес, бұл жаратушының бізге берген тегін емі. Осы 30 күнді ақылмен пайдаланыңыз. Сіз ораза ұстап жүрсіз бе? Алғашқы күндері басыңыз ауырды ма? Төменге жазыңыз, мен неге басыңыз ауыратын түсіндіріп беремін. Лайк басып, ниет еткен жандарға жіберіп қойыңыз.